Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам былай деген: садақа Аллахтың ашуын басады және жаман өлімнен сақтайды. Судың отты өшірген секілді садақа да қателерді өшіреді. Ізгі амалдар қазынасының 1/3 сырды сақтау, қайғы-мұңды жасыру, садақаны жарияламау. Құдси хадистердің бірінде Аллах тағала былай дейді: менің разылығым кедейдің асқазанында. Кім оның қарнын аспен тойдырса, тойдырған кісінің таразысын сауаппен толтырамын. Басқа бір хадисте садақа бермеген байдың мал дүниесі өзіне зиян тигізетін жайлы былай айтылған: кедейдің садақаға мұқтаж болғандығыдай, бай да садақа сауабына мұқтаждық танытпаса, амалдары босқа кетіп өзінің жүзіне лақтырылады. Екі дүние сардары саллаллаху алейхи уассалам хадистерінің бірінде: садақасы берілген малдан еш нәрсе азайған емес деп зекет беруді кедейлікке ұрындырмайтын жайлы айтылған. Хадисте: жомарт адам Аллах Тағалаға жәннатқа және халыққа жақын, жаһаннамнан алыс, ал сараң адам ұлы жаратушыдан, жәннаттан және ел жұрттан алыс, жаһаннамға жақын дейілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тағала үшін надан болса да жомарт пенде, көп құлшылық ететін сараң адамнан артық деген. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам садақа сұраушының қолына тимей жатып Аллах Тағаланың құзырына жетеді деген. Садақаның пайдалары: садақа Аллах Тағаланың ашуына ұшыраудан сақтайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шынында жасырын садақа Аллах Тағаланың ашуын басады деген. Садақа қателіктерді өшіреді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам судың отты өшірген секілді садақа да қателерді өшіреді деген. Садақа тозақ отынан сақтайды. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам жарты құрма болса да садақа етіп тозақ отынан қорғаңдар деген. Садақа қиямет күні әркім өз теріне малшынатын аптап ыстықта иесіне сая болады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам қиямет бәрінің есебі біткенше әр адам өз садақасын көлеңкесте тұрады деген. Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам садақа беруші байдың түнімен Құран оқыған адаммен теңестіріп, екі кісіге қызыға қарап қызуға болады. Аллах Тағала бір кісіге Құранды сүйдірген, ол кісі күні-түні Құран оқиды. Енді бір кісіге дүние берген, ал ол кісі күні-түні садақа береді деген. Садақа ризықты арттырады. Күнде таңертең садақа беруді әдетке айналдырсаңыз, таңертең періштелер сіздер үшін дұға жасайды: осы кісінің Аллахым ризқыны арттыр деп. Соның үшін достар, күнде азанда садақа беруді әдетке айналдырыңыздар. 100 теңгеден болса да күнде садақа беріп, ризығыңызды көбейтіп және ақыретке азық жинаңыздар. Бұл ақпаратпен басқалармен бөлісіп кетсеңіз, сізге де сауабы тиеді. Басқалармен бөлісіп, лайк, комментарий жазып, пікір қалдырып кетіңіздер.